Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен осындай сүзбеден жасалатын тәтті нан, яғни булочки дайындаймыз. Осы рецептпен мен жиі дайындаймын. Нәзік, жұмсақ және де өте тойымды. Керек заттардың барлығын видеоның астында описаниеде жазылып тұр. Қаймағымызға қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Кішкентай шай қасықтың ұшымен тұз саламыз. Араластырып болған соң бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майымызды саламыз. Бір жұмыртқаның сары уызын қосамыз, ал ақ уызын қазір салмасына қолданамыз. Ұнымызға бір шай қасық қопсықышымызды салып араластырып аламыз. Ұнымызды салып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Мен басында осылайнан шанышқымен араластырып илеп аламын, сосын қолмен илеймін. Өзіңізге қалай ыңғайлы, солай илей берсеңіз болады. Ең бастысы, бұл жерде артық ұн қолданбаңыз. 450 грамм ұн деп описаниеге жазып қойдым, содан артық ұн қолданбаңыз. Бастысы барлық керек заттарды дұрыс есептеп қоссаңыз, өзі де осындай жұмсақ, жабыспайтын қамыр пайда болады. Қамырымыздың бетін салафанмен жауып, шетке қойып, салмасын дайындаймыз. Салмасын дайындау үшін бірінші сүзбемізге қантымызды қосып, осылай шанышқымен жақсылап араластырып аламыз. Ванильді қантымызды қосамыз. Бір жұмыртқаның ақ уызын қосамыз. Бір ас қасық қаймағымызды қосамыз. Осыларды енді жақсылап араластырып аламыз. Жуылып кептірілген мейізімізді қосамыз. Егер сізде мейіз болмаса, қоспай қойсаңыз да болады. Және де бір ас қасық ұнымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Мінекей салмамыз дайын. Енді қамырымызды алып, осылайнан 3 бөлікке бөлеміз. Бірінші бөлігін сәл кішілеу қылып алсаңыз да болады, қалған 2 бөлігін теңдей бөлу керек. Бірінші бөлігін домалақтап, бөлек қойып қоямыз. Онымен біздің тәтті бөлкеміздің, яғни булочкеміздің бетін әсемдейтін боламыз. Ал қалған 2 бөлікті теңдей 12 бөлікке бөліп шығамыз. Барлық 12 бөліктің көлемін теңдей қылып бөлуге тырысыңыз, сонда сіздің бөлкелеріңіздің барлығының мөлшері бірдей болып шығады. Қамырымызды осылайнан домалақтап жайып шығамыз. Қалыңдығы шамамен 2 мм болса жеткілікті. Ішіне енді салмасын саламыз. Әр қайсысына шамамен 1,5 ас қасық салма салсаңыз жеткілікті. Қамырымызды осылай бастарын біріктіріп, жабыстырып, 4 бұрышты формаға келтіреміз. Дәл осылайнан барлық 12 қамырымызды жайып, ішіне салмасын салып дайындап аламыз. Менің каналымда басқа да түрлі рецепттер бар, оңай пирогтардың рецебі бар, торттардың рецебі бар. Кіріп көрсеңіз болады. Ал енді ең бірінші дөңгелектеп қойған қамырымызды осылайнан ұзынша қылып, қалыңдығы 1-2 мм болатындай жұқалап жайып аламыз. Ені де шамамен 2 мм болатындай қылып, осылайнан тігінен кесіп дайындап алыңыздар. Осылайнан видеода көрсетілгендей әсемдеп шығамыз. Негізі ешқандай да қиындығы жоқ, міндетті түрде жасап көріңіз. Әсемдеп болған соң, осылайнан бір жұмыртқаның сарысын әдемілеп біркелкі қылып жағып шығыңыз. Күнжітпен осылайнан әсемдеп шығамыз, ерекше боп тұрады.
Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут пісіреміз. Сосын градусын 160 градусқа түсіріп, тағы да 10 минут пісіріп алыңыз. Біздің тәтті бөлкелеріміз дайын. Осындай әдемі болып пісіп шықты. Кішкене бір 10-15 минут суытып, үстіне осылайнан қант ұнтағын сеуіп қойсаңыз да әдемі көрінеді. Өзі сондай жұмсақ болып пісіп шықты. Қамыры сондай жұмсақ, салмасы толып тұр, бірден желініп кетеді. Міндетті түрде жасап көріңіз, өкінбейсіз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Ұнаса каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіңіз.